Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгін сіздермен біргелікте корейский дәмді рамьонды дайындауды үйренетін боламыз. Ең алдымен етті жуып тазалап, солонка тәріздес етіп, турап аламыз. Етті табаққа жайғастырып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, еттерімізді қуырып аламыз. Табаққа суды құйып, қайнатып аламыз. Жұмыртқаны да пісіріп аласыздар. Қайнаған суға рамьонның қамырын ең алдымен пісіріп аламыз. Одан кейін барып, соусын және приправасын салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ет, жұмыртқа және көкпиязды дайындап қойдым. Дайын болған рамьонның қамырын кесеге салып және сорпасынан құйып аламыз. Бір жұмыртқаны екіге бөліп, ет және көкпияз саласыздар. Достар, дәмі өте керемет, ерекше рамьондардың бірі. Сіздерде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.